Сәлеметсіздер ме? Мен Кенжебек Ерасыл 8-ші Б сынып оқушысымын. Бүгін сіздерге «Ақиқат пен аңыз» кітабы туралы мәлімет бергім келеді. «Ақиқат пен аңыз» Әзілхан Нұршайықовтың қаһармандық рухтағы шығармаларының бірі. Роман-диалог 1978, 1980, 2009 жылдары жеке кітап болып жарыққа шықты. Бұл шығармада Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманы, гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлының азаматтық, ерлік тұлғасына мүсінделеді. Бауыржанның сонау балауса жастық шағынан бері Совет армиясының үздік мектебінде шыңдалу кезеңіне, Ұлы Отан соғысының 30 жылдарынан бастап бүгінгі күнге дейін ұлағатты өмір жолын шынайы фактілер аясында қызғылықты баяндайды. Романның жазылу формасы да ерекше. Бүкіл оқиға автор мен кейіпкердің диалогы арқылы өтеді. Мен бұл шығарманы сіздерге оқуға кеңес беремін. Себебі бұл шығарма өте қызықты және осы арқылы тарихта болған тұлғалардың өмірімен жақынырақ таныса отыра, олар туралы көптеген мәлімет алуға болады.